Қазақстандық әнші Төреғали Төреәлінің қарындасы Фариза Төреәлінің күйеуі оған туған күніне орай электрокар сыйға тартты. Қазақстандық әнші Төреғали Төреәлінің қарындасы Фариза Төреәлінің күйеуі Дархан Маратев оған туған күніне орай электрокар көлігін сыйлаған. Оның айтуынша, Парижде болған кезде Фаризаның туған күні өткен. Осыған орай ол Алматыдан сыйлық дайындап қойғанын айтты. Естеріңізде болса, бір жыл бұрын Фаризаның туған күніне ақш-та мен Мерседес сыйлаған едім. Енді Алматыда көлік болмағандықтан осындай көлік сыйлаймын деп шештім, деді Дархан Маратев. Бұл ретте Фариза Төреәлі Инстаграмдағы парақшасында электрокардың видеосын жариялап, жазба қалдырды. Қазақстанға келгенде тосын сый күтіп тұр деп еді. Бірақ шын мәнінде дәл бұлай болады деп күтпедім. Сыйлық сыйлаудағы шынайы мақсат өзара қарым-қатынасты бекітіп, сүйіспеншілікті арттыру арқылы Алла разылығына ұмтылу. Әр әйел қауымы бар жақсылыққа лайық. Мәселе сыйлықта емес, ниетте. Баршаңызға шын жүректен бақытты сәттерді тіледім. Сіздерге де Алла тағала бар жақсылықты нәсіп етсін, қыздарым, деп жазды ол Инстаграмдағы парақшасында жариялаған жазбасында.